Байқап көрдіңіз бе? Кейбір жұлдыздар жыл өткен сайын қартаймай, керісінше жасарып бара жатқандай әсер қалдырады. 20 жыл бұрынғы суреті мен қазіргі бейнесін салыстырсаңыз, айырмашылық жоқ. Сонда олар уақытты қалай жеңіп жүр? Генетика ма, пластика ма, әлде темірдей тәртіп пе? Бүгін біз әлем және Қазақстанның қартаймайтын жұлдыздарының дене бітімі мен жас келбетін қалай сақтап жүргенін ашып айтамыз. Әлем жұлдыздары. Дженнифер Лопес, Ч.Л. Дженнифер Лопес, 56 жаста. Бірақ көп адам оған 40-та бермейді. Күні кеше Қазақстанда концерт беріп, мыңдаған әйелге мотивация сыйлады. Құпиясы неде? Аптасына 4-5 рет жаттығу. Күніне жеткілікті су ішу. 10 сағат ұйқы. Қант пен фастфудтан бас тарту. Ол жаттықтырушысы Трейси Андерсон әдісімен жаттығады. Джей Ло үшін сұлулық бұл тәртіппен өз-өзіңе деген махаббат. Сөздің қысқасы, ол өзін күтуді ешқашан кейінге қалдырмайды. Шакира. 48 жастағы Шакираның мың бұрала билегенін көргенде жасын ұмытып кетесіз. Оның тәртібі. Аптасына 6 күн спорт. Функционалды фитнес. Ішімдікте темекі де жоқ. Терісіне витамин серумымен сыпып жағады. Шакира үшін қозғалыс, өмір. Сахна оның табиғи фитнес залы. Қорытынды. Қартаймаудың ең арзан жолы қимылдау. Қазақстан жұлдыздары. Баян Алагөзова. 51 жастағы Баян қазақ шоу-бизнесіндегі энергия символы. Ол үнемі қозғалыста. Продюсер, актриса, медиа тұлға. Баянның қартаймауының басты себебі. Психологиялық жас қалу. Ол бір орында тоқтамайды. Ал адам тоқтаса қартая бастайды. Дильназ Ахмадиева. 45 жаста. Бірақ сахнада әлі де нәзік, жас әрі тартымды. Құпиясы. Әйелдік энергия. Табиғи сұлулық. Ұзақ жылдық сахналық тәртіп. Күтімді әдетке айналдырған. Жас көрінудің бір құпиясы өз мамандығыңды сүю. Мадина Сәдуақасова. 46 жастағы Мадина грация мен нәзіктіктің үлгісі. Ашық жарқын мінез. Артық стресс жоқ. Отбасы мен сахна арасында баланс. Өзіне тұрақты күтім. Қорытынды. Ашуланбайтын адам баяу қартаяды. Қорытынды. 5-36-00. Бұл жұлдыздарды біріктіретін ортақ 5 қағида бар. Тәртіп. Қозғалыс. Күтім. Позитив ой. Өзіңді сүю. Қартаймау қымбат процедурада емес. Ол күнделікті әдетте. Егер қаласаңыз, сіз де уақытты баяулата аласыз.